Иә. Бұл ұйыған шикі қатық, соны бір күн сүзіп, одан кейін сол шикі қатықты қазанға салып, қазір қайнатамыз. Қайнатпаймыз, ірітеді екенбіз. Бірінші іріту процесі. Ішіндегі іртіктің бәрін езіп алу керек, е? Бұған тұз қоса ма? Енді су құямыз, мөлшеріне қарай, е? Шетінен. Бұл кезеңде, яғни несі, астына от жақпайды, бірінші езіп алады екен. Шалап сияқтығып, шөптатып еземіз. Көзін әртігінің дәрі. Енді сәл тезірек сүзілу үшін тұз саламыз. Мен дайын болып қалды, қазір отын жағамыз астына, соң кейін ірейді. Енді от жағу, содан кейін ірітіледі. Жаңағы шикі қатығымызды сәл ғана от жағып іріттік. Міне ірігеннің белгісі сары су шықты. Енді осыны дорбаға саламыз. Одан кейін оны бір күн сүземіз. Одан кейін құрт жасаймыз. Ол құрт кебет, содан кейін жейміз. Енді осы дорбаға осылай құйып аламыз. Барлық іріген құртты. Жаңағы сүзген қатқымызды дорбаға құйып, осы жерге кішкене сүзіп аламыз, өйткені көтере алмай қойдық бетке, одан кейін іліп қоямыз. Міне құрт, яғни ашытылған сүт ашиды. Одан кейін біз оны ірітеміз қазанға салып. Одан кейін сүземіз дорбаға. Сол дорбаға сүзіліп болғаннан кейін бір күн, бір жарым күннен кейін осылай алып, сәл тұз салып, осындай құрттар жасаймыз. Өте нәзік әрі әппақ, жып-жылтыр құрттар осылай жасалады.